мама, сіз менің өмірге келуімді қалаған жоқсыз. Не сезіп тұрсыз? Бірақ мен қолымнан келген жоқ. Өз қолыммен адам өлтіре салайын ба деп ойланып жүрмін. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Өте көп қиындықтың басы, түсінбеудің басы бұл айтпаудан. Проблемасында өзімде мамамада емес. Кеш жарық. Эльвира ханым, рахмет сізге осылай шақырғаныңызға. Есіміңіз кім? Есімім Айдана, Алматы қаласынан, жасым 35-те. 4 жылдай болды, жеке кабинет ашып, репетиторлықпен айналсам. Запросыңыз Бұл жерге қандай? келгендегі запросым ақша және қарым-қатынас. Қазір сіз осында жалғыз өзіңіз тұрасыз ба, отбасыңызбен бірге ме? Анаммен бауырларыммен тұрамын. Бауырларыңыз неше? Ағам және інім бар. Анаңызбен сөйлесе алмайсыз ба? Сөйлесе аламын, енді бірақ барынша, бірақ сөйлесе алмайды. Барынша сөйлесе алу деген қандай? Білмеймін, көп ақтарыла алмайды сияқтымда, түгел сырымның барлығын айта алмайды. Яғни оларға жақсы Айдананы ғана көрсетесіз ба? Иә. Қиналып жүрген Айдананы көрсеттім. Неге көрсетпейсіз? Ұят болады. Ұят болады. Қазір не сезіп тұрсыз? Қысылып тұрған сияқты. Ауа жетпей жатыр ғой. Ұят боладыға келсек. Қандай оқиғалар есіңізге түсті? Қиналған кездеріңіз сізге бір емес бірнеше рет бұлай айтпа, ұят болады, бұлай көрсетпе, ұят болады деп айтты ма, әлде немесе анаңызды аяйсыз ба? Қыз деген ондай болмау керек, қыз деген тәртіпті болу керек. Сіз тәртіпті емессіз де? Жоқ, енді ұят болады, олай жүруге болмайды, қатты күлуге болмайды деген сияқты. Әкеңіз қайда? Әкем, мен 11-ші сыныпты бітірген жылы жазда қан қысымы көтеріліп қайтыс болған. Одан кейін анаңыз тұрмыс құрмады? Жоқ. Қалай асырады анаңыз сіздерді? 3 баланы? Енді әкем қайтыс болған жылы мен 1-ші курсқа Казуге университетке түсіп кеттім грантқа. Ағам ол кезде 1-ші курс бітірген, 2-ші курс грантта оқитын. Екеуміз стипендиямен күн көрдік, ал інім ол менен 5 жас кішкентай, ол мектепте оқитын. Мамам жұмыс жасаған жоқ. Пенсиямен күн көрді. Қиналды ма? Иә. Қатты жылады ма папаңыз қайтқанда? Білмеймін, бізге көрсеткен жоқ негізі. Қазір анаңыз немен айналысады? Анам жас 67-те, қазір үйде пенсияда. Кеш тұрмысқа шыққан ба анаңыз? Иә, 30 жасында. Қандай естеліктер қалған сізде? Бақытты әйел бола алды ма әкеңіздің жанында, қалай ойлайсыз? Бақытты жар? Көп қиындық көрді ма? Ұрыс керіс көп болды, иә? Көптеген отбасында кездесетін. Анаңыздың тағдырына қарап аяйсыз ба оны? Енді қиындық көрмесе деп ойлаймын, одан кейін ешқандай. Сізге айтпай ма қашан тұрмысқа шығасың деп? Мен негізі тұрмысқа шыққанмын. Университетті бітірген кезде 2005 жылы университетке түстім, 2009-да бітіріп, мен тұрмыс құрғанмын. 9 жыл тұрмыста болдым. Бірақ бізде бала болған жоқ. Содан кейін екеуміз келіскен түрде екі жаққа кеттік. Дәрігерлер не дейді? Дәрігерлер барлығы жақсы деп айтқан. Сізде бәрі жақсы дейді? Ақша сізге не үшін керек? Қарым-қатынас түсінікті болды, ақша. Көп үй алу керек. Үй алсаңыз, мамаңызды қасыңызға алғыңыз келе ма? Қазір мамаңызға ақша беріп тұрасыз ба? Біз кейде солай демалысқа, санаторияға барған кезде көмектесіп солай тұрамын.
Сіз бірге ала кетесіз, иә, демалыстарға. Демалысқа бірге баратыныңызды түсіндім. Мысалы концерттерге, киноларға баратын кездер болады. Анаңызбен барасыз. Құрбыларыңыз бар ма? Кездесіп жүрген жігіт? Жоқ. Әзірге анаңыз, иә? Құрбыңыз да анаңыз болып тұр, бірақ сырласа алмайсыз. Қиналғаныңызды көрсете алмайсыз. Барлығын жақсы қылып көрсетесіз. Камераға қарап, мамаңызға сәлемдеме жолдағыңыз келе ме? Не айтқыңыз келеді? Айтсаңыз болады. Мама дейсіз ба, анашым дейсіз ба? Анашым, мен сізді жақсы көремін. Осылай тәрбиелегеніңіз үшін, осындай дәрежеге жеткізгеніңіз үшін сізге алғыс айтқым келеді. Анашым, айтыңыз. Анашым, Мен дәл қазір өтірік айттым. мен дәл қазір өтірік айттым. Осы дәрежеге жеткізгеніңізге алғыс айта алмаймын. Осы дәрежеге жеткізгеніңізге алғыс айта алмаймын. Керісінше ренішім көп. Керісінше ренішім көп. Түсінбейтін тұс көп. Түсінбейтін тұс көп. Өйткені менің бүкіл өмірім сіз үшін өтіп жатыр. Өйткені менің бүкіл өмірім сіз үшін өтіп жатыр. Мен сізді аядым. Мен сізді аядым. Сіздің түрлі оқиғаңызға куә болдым. Сіздің түрлі оқиғаңызға куә болдым. Түрлі әңгімеңізді естідім. Түрлі әңгімеңізді естідім. Сізге деген шексіз махаббатымнан мен өз орнымда емеспін. Мен өз орнымда Сізге емеспін. перзент емеспін. Сізге перзент емеспін. Сізге күйеумін. Сізге күйеумін. Ақшаны сізді асырау үшін тапқым келеді. Ақшаны сізді асырау үшін тапқым келеді. Сізді қуанту үшін тапқым келеді. Сізді қуанту үшін тапқым келеді. Ал қиналғанымды айта алмаймын. Ал қиналғанымды айта алмаймын. Әйелі бар еркекпін. Әйелі бар еркекпін. Және көп балалы еркекпін. Және көп балалы еркекпін. Мұны байқамай келген едім. Мұны байқамай келген едім. Бүгін байқадым. Бүгін байқадым. Және мойындаймын. Және мойындаймын. Менің балам жоқ десем, Менің балам жоқ десем, балам көп екен. балам көп екен. Отбасым жоқ десем, Отбасым жоқ десем, қатынас жоқ десем, қатынас жоқ ол да десем, бар екен. ол да бар екен. Тіпті мен еркек екенмін. Тіпті мен еркек екенмін. Не сезіп тұрсыз? Ішім бәрі қызып, денем бәрі ысып кетті. Мама, Мен өз орнымда емеспін. өз орнымда емеспін. Мен әкемнің орнындамын. Мен әкемнің орнындамын. Бұны сізге деген шексіз махаббаттан жасадым. Бұны сізге деген шексіз махаббаттан жасадым. Жас кезінде қиналды. Жас кезінде Әйел бақытын көрмеді. Әйел бақытын көрмеді. Бақыт, қуаныш, махаббат дегеннің не екенін көрмеді деп жасадым. Бақыт, қуаныш, махаббат дегеннің не екенін көрмеді деп жасадым. Сізді аяғаннан жасадым. Сізді аяғаннан жасадым. Сізді құтқарғым келді. Сізді құтқарғым келді. Сізді құтқарам деп, Сізді құтқарам деп, өзімді құрбандыққа шалыппын. өзімді құрбандыққа шалыппын. Өз өмірімді лақтырып жіберіп, Өз өмірімді лақтырып жіберіп, сіздің өміріңізді сіздің құтқаруға өміріңізді кірісіппін. құтқаруға кірісіппін. Менің қолымнан еркек болу келмейді екен. Менің қолымнан еркек болу келмейді екен. Мен сізді құтқара алмайды екенмін. Мен сізді құтқара алмайды екенмін. Тіпті өз өмірімді құрмақ болып көрдім. Тіпті өз өмірімді құрмақ болып көрдім. Тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шықтым. Бірақ ол жақтан ештеңе шықпады. Бірақ ол жақтан ештеңе шықпады. Әйел бола алмадым. Әйел бола. Бейсанаммен мен еркекпін. Бейсанаммен мен еркекпін. Ал еркек бала туа алмайды. Ал еркек бала туа алмайды. Қазір не сезіп тұрсыз? Ыстық. Денеңіз қызып жатыр. Тән алдамайды. Мен сіздің тағдырыңызды құрметтемей келіппін. Мен сіздің тағдырыңызды құрметтемей келіппін. Сіздің бақытты күндеріңіз, Сіздің бақытты күндеріңіз, қуанышты сәттеріңіз болғанын ескермеппін. қуанышты сәттеріңіз болғанын ескермеппін. Мен тәкаппарландым. Мен тәкаппарландым. Сіздің өміріңізге баға бердім. Сіздің өміріңізге баға бердім. Туған әкем сізді бақытсыз ете алмады деп ойладым. Туған әкем сізді бақытты ете алмады деп ойладым. Мен бақытты етем деп ойладым. Мен бақытты етем деп ойладым. Бірақ мен де бақытты ете алмай жатырмын. Бірақ мен де бақытты ете алмай жатырмын. Мен бұл жүктердің барлығынан шаршадым.
Мен бұл жүктердің барлығынан шаршадым. Мен құдай емеспін. Мен құдай емеспін. Мен сіздің күйеуіңіз емеспін. Мен сіздің күйеуіңіз емеспін. Мен сіздің қызыңызбын. Мен сіздің қызыңызбын. Мен әйелмін. Мен әйелмін. Мен жармын. Мен жармын. Мен басы бос әйелмін. Мен басы бос әйелмін. Не сезіп жатсыз? Ыстық сезім әлі сол. Біз әдетте ыстықтан қашып көлеңкеге тығыламыз. Біздің көлеңке де ыстық болып шықты ғой. Запросыңыздың жауабын түсіндіңіз ба? Ақша әйеліңізді, балаларыңызды асырау үшін керек болған екен. Өзіңіз үшін емес, өзіңізді таппадың. Қатынасты әйел айдана іздеп жатыр. Келіспейді. Іште конфликт. Жоқ, біз еркек емеспіз ғой, бізге өзімізге қатынас керек. Жоқ, біз еркекпіз, біздің отбасымыз бар. Балаларды асырау керек. Көп бала. Жүктеріңізді тастадыңыз ба? Иә. Ары қарай кетеміз ба? Басқа ханымдарға? Иә, кетеміз. Рахмет. Рахмет сізге. Ну, здравствуйте. Саламатсыз ба? Неге қашып жатсыз? Мен білмеймін. Қорқып кеттіңіз ба? Я Қалай болып жатыр, не болып жатыр мына жерде? Я прям в точку попадаете. Я так, проблеманы прям бетке айтып, солай. Кейбір кезде өз-өзімізге де признавать етуден қорқамыз ғой. Сіз оны былай бетке айтқан кезде онымен қарама қарсы былай қалу, тет-на-тет қалудан. Қабылдау өте қиын болатын шығар деп. Запросыңызды айта қойын. Сенімділік және анамен қарым-қатынас. Анаңызбен қатынастың несі жаман? Менің утренниктарыма бармайтын, мен далада бір қыздармен ұрыс қалған кезде жақтамайтын, жанында болған жоқ. Сосын ауылда болдым. Ата-әженің қолында болдым. Неше жастан бастап болдыңыз? Ой, 3-4 жасыма дейін ба солай. Тұңғышсыз, сізден кейін бауырлар дүниеге келгесін сізді жіберді ме? Жоқ. Менің інім менен 12 жас кішкентай болды. Неге сізді ауылға жіберді? Білмеймін. Жұмыстарын жасау керек болған шығар. Қандай жұмыс істеді мамаңыз? Мама Golden Food компанияның директоры болды, әкем құрылысшы. Утренниктарға бармады? Иә, мысалы 1-ші қыркүйекте мен жанында болады деп солай ойлайтын да. Барлығының мамасы, папасы үнемі жанында. Мен қаржылаймын. Жылаңыз. Қызық, иә, біз күлуге қысылмаймыз, күлуге рұқсат сұрамаймыз, ойламаймыз. Күлу мен жылау негізі тең екеуі. Ал жылайтын кезде біз өзімізді тоқтатамыз және өзгелердің ойын ойлаймыз. Жанымда болғанын қаладым. Әкеммен өте күшті қарым-қатынаста болдық, өйткені онымен театрларға баратынбыз, музейлердің барлығы. Осы Алматыда тұрдыңыз? Иә. Ал анам үнемі жұмыста болатын. Үйдің барлығын мен жинап, мен тазалап, солай жүретін. Анамның сіңілдері маған қарайтын. Бірақ білмеймін, ананың орны ол әрқашанда бөлек қой. Сол жетіскен жоқ. Сосын мен бұзықтық жасай бастадым. Қандай? Мысалы, үйдің барлығын шашып қоятын, мама маған көңіл бөлсін деп, сабағымнан әдейі шалып келетін, анам маған көңіл бөлсін деп. Бірақ анаңыз қандай реакция беретін? Оған бәрібір болды ма? Ұрсады. Неге ұрсады? Не үшін сен сабақтарын, неге сен сондай салақсың? Ол кезде психология мүлде мен қайдан білеміз? Ұрысқан ұнайтын беді сізге? Жоқ, мен одан керісінше түсінгенін және де. Ұрысқаннан кейін жылайтын бедіңіз? Жылайтынсыз. Сосын не істейтін мамаңыз? Өзін кінәлап құшақтайтын беді? Жоқ. Не болатын? Жыламасаң одан ар деп қарамай кетеді? Иә. Сосын мама айтады, мен енді жұмыс істеп жатырмын ғой, саған барлық нәрсені алып жатырмын ғой. Алып жатырмын. Енді саған не керек дегендей.
Маған керек нәрсе ол жылылық. Мейрам. Осы уақытқа дейін сезімдерімнің барлығын өшіруге тырыстым. Қайталаңыз. Осы уақытқа дейін Сезімдерімнің барлығын өшіруге, өлтіруге тырыстым. Бірақ мен қолымнан келген жоқ. Өзіме жылауға рұқсат бермейтін едім. Қуануға рұқсат бермейтін едім. Махаббатқа рұқсат бермейтін. Бүгін барлық сезімдеріме рұқсат беремін. Маған сенбейді. Мен мысалы айтатынмын, мен олимпиадаға осылай қатысайын деп жатырмын. Құдай қаласа, бірінші орын деп. Ол сырттай ғана бірінші орын деп қоя салатын да. Жақсы мақтаулар, сондай нәрсені де күттім да. Ол нәрсе болған жоқ. 1 рет істедім, 2 рет істедім, болған жоқ. Сосын мен анамды тыңдамай кеттім. Не істедіңіз? Қалай кедергі келтіріп жатыр осы мәселе? Қандай бунттар болды өміріңізде? Мен одан әрі қырсығып жасайды ғой. Одан әрі олимпиадаға қатысып, мен осыны жеңемін, дәлелдеймін. Достигатор сияқты. Сосын барып, қара, енді мен қай жердемін дегенде сондай болды да. Сосын анам маған ақыл айтқан кезде мен ол ақылдарын қатты мән бермеймін. Кезінде сен мен жанымда болмадың ғой, енді не үшін маған ол нәрсені айтып жатсың дегендей нәрсе да қазір. Сізде? Мен мысалы бұл жетістіктердің барлығына мен деп жатқан жоқ, мен өзім күшім қолыма алдым да, өзім жұмыс істей бастадым. Қазір мен мысалы анамды авторитет қатты көрмеймін, бірақ әрине оның жасаған нәрселерін. Қазір бұл қай жағынан кедергі келтіріп тұр? Сенімділік. Мен мысалы қазір қарым-қатынас тұрмысқа шығу керек та. Жасыңыз қаншада? 24-те. 24-те. И мен қорқамын. Жігітіңіз бар ма? Жоқ, жігіт жоқ. Болған жоқ па? Болды. Не болды? Не себеппен айырылысып кеттіңіз? Внимание көп талап етемін. Сосын мен қатты қорқамын, кетіп қалатын сияқты. Или ол отношенияның басында мысалы бітіп қалатын сияқты. Сондай уверенностьқа келіп тіреледі да. Қазір не болып жатыр сізде? Қорқыныш, әлі дірілдеп отырмын. Мама, мен сізге айтқым келеді мыналарды. Мен сізден мейірімділікті өте көп күттім. Сіздің жанымда болғаныңызды, сіздің маған әдемі көйлектер немесе үйдегі азық-түлік емес, сіздің жай ғана жанымда болып, мені түсінгеніңізді күттім. Бірақ ол нәрсені мен сізден ала алмадым, сол себепті осындамын десем. Айтыңызшы, мама. Маған сіз жетпедіңіз. Сіз жоқ болғанда. Сізді қатты сағындым. Сізсіз жалғызсырадым. Қорықтым. Сондықтан бүкіл сезімдерімді өшіріп тастадым. Бар болғаны ішімдегі жараны ауырлықты сезінбес үшін. Мен сезімдерді таңдап өшіре алмайды екем. Барлық сезімдерім бірге өшіп қалған. Мен қазір роботпын. Ештеңеден қорықпаймын. Ештеңеге ашуланбаймын. Еш нәрсеге мұңаймаймын. Көңілімде түспейді. Бәрібір. Және қуанбаймын да. Махаббатты да сезбеймін. Өмірде сезбеймін. Қалай? Я в шоке десеңді. Сіз барлығы четко қалай айтып жатсыз дейсің. Не болып жатыр сізде? Қазір жеңілдік. Мына жерде жеңілдік болып жатыр. Айтыңызшы, мама. Сіз маған өмір бердіңіз. Бойымдағы сезімдерді бердіңіз. Дүниеге алып келдіңіз.
Қолыңыздан келгенше барлық жағдайымды жасадыңыз. жағдайымды жасадыңыз. Мен түрлі кітаптардан оқып алғам, Мен түрлі кітаптардан фильмдерден көріп алғам, жұрттан естігем. Фильмдерден көріп алғам, жұрттардан естігем. Мама баласына махаббат мейірім беру керек. Мама баласына махаббат мейірім Үнемі беру жанында керек. болу керек. Үнемі жанында болу керек. Барлық жақсыны жасау керек Барлық дегендерді. жақсылықты жасау керек дегенді. Сол қиялымдағы ананың образымен Сол қиялымдағы ана образымен сізді салыстырам. сізді салыстырам. Сіз сай келмейсіз. Сіз сай келмейсіз. Сосын ренжимін. Ренжимін. Не болып жатыр? Қайдан тауып аласыз сіздерді деп. Мама, Мен мен сіздің болмысыңызды қабылдай алмаппын. сіздің болмысыңызды қабылдай алмаппын. Тағдырыңызды қабылдай алмаппын. Тағдырыңызды қабылдай алмаппын. Маған деген махаббатыңызды қабылдай алмаппын. Маған деген махаббатыңызды қабылдай алмаппын. Проблема осында өзімде мамада емес. Иә? Не сезіп тұрсыз қазір? Проблема өзімде екен. Мен мамада деп Давайте, жүрсем. қандай проблема екен? Ну-ка. Қандай проблема екен? Өзімде екен, да. Өзім... Драма queen. Иә, драма queen. Мына жерге бір не әкеп қою керек екен бізге, болашақта тәж, алтын тәж. Иә, бесеуің отырысқа қайғы жарыс болады. Кім көбірек драма жасайды, соған кигіземіз. Дадан. Шынымен мен бұрында ойлайтын, басқалар мамалар солай жасап отыр ғой, неғып менікі жасамайды деп. Шынымен, оказывается, осындай екен. Мен ойлайтын, мамамен жақсы көрмейді деп. Оказывается, жақсы көреді екен. Менің әкем ішетін, анамды ұратын, біздің жағдайымыз болмады, қиналдық, сауда саттық жасадық, жейтін тамақ болмады деп, дәл сіздікіндей ата-ананы армандап өскен адам көп. Дәл қазір экранның ар жағында сізді көріп отыр. Және олар ойлайды, мәселе менің ата-анамда. Маған барынша тырыспады, жұмыс істемеді, олар ішті, әрекет етпеді деп айтады. Және дәл қазір олар сіздің әңгімеңізді естіп отыр. Бізде бәрі болды, қалағанның бәрін әперді, ақша жетіп артылды. Байлықта бәрінде шалқып өстім. Маған махаббат мейірім жетпеді деген сөзіңізді естіп отыр. Демек, мәселе ақшада емес. Ақшада емес. Демек, мәселе жұмыста емес. Демек, мәселе байлықта емес. Байлықта емес. Демек, мәселе ата-анада емес. Ата-анада өздері ғой мейірім бермеген. Ата-ананың баланың алдындағы жалғыз міндеті бар, дүниеге әкелу. Онымен ғана шектелмейді ғой. 9 ай көтереді, дүниеге әкелді. Одан кейін өз шешеді. Жетімдер үйіне тастап кете ма, өсіре ме, баға ма, ата-әжеге бере ме. Құдайдың алдындағы қызметі сіздің ата-анаңыздың ұрпақты жалғастыру болды. Мен келіспеймін десеңді. Шынымен ғой, жалғыз ғана ол миссия ғана емес қой. Қандай миссия? Көңіл бөлу, жанында болу. Мүлде жаныңызда болмады ма? Болды. Қанша уақыт болды? Бірақ жетерінше андай внимание бөлген жоқ. Бір күнде қалай өтетін еді? Таңертең жұмысқа кетеді, кешке келеді, иә? Кешке келеді. Келгесін не болады? Тамақ ішетінбіз, сосын телевизор қарап бірге. Сосын ұйықтайтынбыз таңертең солай. Демалыс күндері әкеммен театрларға баратынбыз, музейлерге барып. Демалыс күндері. Анам жұмыс істеді. Демалыс күндерде жұмыс істеді ме? Иә. Сіз қазір маған айтып отырсыз, менің образымда бір идеал ана бар. Иә. Менің анам сондай болмады. Иә. Неге болмады? Иә. Неге болмады, қалай ойлайсыз? Уақыты болған жоқ шығар. Тағы? Әжеден мейірім көрген жоқ.
Тағы. Болды. Әсер ханым, қараңыз, сіз маған басында айтқан кезде қатал екенсіз, немесе дәл айтады екенсіз деген кезде сіз менен мамаңыздың проекциясын көрдіңіз. Және солай айналаңыздың бәрінен мамаңызды көріп жүрсіз, мамаңызды іздеп жүрсіз. Жігіттен де іздейсіз, ақшадан да іздейсіз, достан да іздейсіз. Жаңа осы жерде әңгіме болып жатыр ғой, мамаңызды іздейсіз барлық жақтан. Менің мамамның орны бір жерде бар. Бір жерден табам. Бірақ маманы таба алмайсыз. Өйткені сізде ендігісі мамаңыз бар. Сіз іздеп жүрген ана, ол сіздің идеал анаға сәйкес келетін ана. Оған сәйкес келетін адам таба алмайсыз. Ол идеал сіздің фантазияңыз, ол иллюзия ғана. Сізде бір-ақ вариант бар, екі-ақ вариант бар. Солай идеал ананы іздеп жүре беру әркімнен. Ертең күйеуге шығып, сіз өте жақсы келіп отырсыз да, ертең күйеуге шыққанда мен одан мамамды сұраймын. Ол бере алмайды маған. Сосын қатынас қирайды. Сондықтан мен мамаммен проблеманы шешіп алғым келіп тұр. Осылай идеал маманы іздеп жүре беру бар. Екінші нұсқа бар. Қазіргі өмірде бар анаңызға бұрылып, соған бару. Сіз одан мына жаққа қашып жүрсіз. Ана жаққа қашасыз, мына жаққа қашасыз, болмай жатыр. Қазір не болып тұр таңыңызда? Барлық нәрсе оңай. Жай ғана анамен сөйлесу. Мен ойлаймын, сіздің айтқан сөздеріңіз анаңыз естіді, көрді деп, және бұдан кейін ашық, еш өтіріксіз, ешқандай фантиксіз сөйлесесіз деген сенімдемін. Яғни сезімдеріңізді ашып айту. Запросыңыз қандай еді? Сенімділік. Сенімділік, анаңыздың алдына сенімді түрде барып, ойыңызды, сезімдеріңізді, сезім өзі бесеу. Қалғандары соның оттенктары, реңк, қорқыныш, ашу, ыза, қайғы, мұң, қуаныш, махаббат. Осы бесеуін кезек-кезек, мама, мен мына жерде қорықтым, сізге мына жерде ашуландым, мен мына жерде қатты мұңайдым, жыладым, мына жерде қуандым, мына жерде сізді жақсы көрдім, махаббатым артты. Осы бесеуін ең болмаса анаңызға айтып көрсеңіз, сізде ары қарай сенімділік болады. Сізде сенімділік бар. Запросыңыздың жауабын алдыңыз ба? Иә. Қандай екен? Анамен ашық сөйлесу. Біз көп нәрсені жасырып қаламыз ғой, ой, айтпай қояйыншы дегендей. Ол сосын жасырып қалған нәрсе бізде үлкен көбейеді, и ол сенің өміріңді былай фук деп өзгертіп тастайды да. Көп нәрсені ашық айтатын болсақ, онда понятливее и жить проще дейді ғой. Рахмет көп. Сізге де рахмет. Телефон ауырсын. Өте көп қиындықтың басы, түсінбеудің басы бұл айтпаудан, ашық сөйлеспеуден басталады. Біз неге ашық сөйлеспейміз? Өйткені сезімімізді жұтып, тұншықтырып, өшіріп, өлтіріп тастағымыз келеді. Көтерілген нәрсені қорқып тұрмын деп айта алмаймыз, ашуланып тұрмын деп айта алмаймыз, немесе жылағым келіп тұр, мұңайып тұрмын деп айта алмаймыз, жұтамыз. Әрқашан жұта берген сайын біз бір сезімді ғана өшіре алмаймыз, біз бүкіл сезімдерді өшіреміз. Қуаныш та жоқ, махаббат та жоқ, неге болмай жатыр, ұқпаймыз, түсінбейміз. Сосын жанталасып айналамыздан іздеу басталады. Өмірді сезе алмай қаламыз. Сондықтан не болып жатыр, не сезініп жатырсыз, ашық сөйлесуге шақырамын. Арты бетонға айналып кетпес үшін, сезімдеріңізді өлтіріп тастамас үшін. Кеш жарық. Сізді көргенім қуаныштымын. Есімім Жансая.
Жасым 20-да, осы Алматы облысында дүниеге келгем. Өмірбаян, тоқтай тұрыңыз. Өмірбаянды айтпай қояйық. Иә. Қазір айтамыз. Күштілеп тұрып сұрап аламын. Запросыңыз қандай? Мендегі запрос, менде тоже мамамен қатаң қарым-қатынас. Запроста мынандай, менде өзім маркетолог болып жұмыс жасаймын, бірақ соңғы проекттерде менде клиенттермен қарым-қатынас қиындай бастады. Негізінен мен коммуникацияға жақсы адаммын, тез араласып кете аламын, бірақ ары қарай коммуникацияның соңы бір адаммен араласқаннан кейін оны дұрыс аяқтау мен үшін қиынға соғады. Яғни ортасын үзіп тастайсыз ба? Иә, жақсы жағынан аяқтау қиынға соғады. Мысалға, иногда өзім жоқ болып кетемін, иногда ол адамдар жоқ болып кетеді. И мамамен қарым-қатынаста енді қарапайым, ауылда өскен қызбын, үйдің үлкенмін. Менен кейін 2 бауырым, 2 сіңілім бар. Қазір үлкен інім менімен бірге оқуға түсті, бірге тұрады. И мамаммен ара-қатынаста мынандай запроста, жаңағыда айтып жатыр ғой, внимание деп. Мен негізінен үйдің үлкені болғаннан кейін мамам көбінесе өзінің жаңағыдай үйдің қызметтерін маған тапсырып отырды. Ерте есейдіңіз? 14 жасымда қалаға келдім и оқуға түстім, колледжға. Сразу маған тез бейімделу керек болып кетті өмірге. 15 жасқа толған кезде уже мен 1-ші курс студентімін. И менде сразу енді білмеймін, қазір інімен салыстырғанға қарағанда ініме қатты алаңдайды, уайымдайды, хотя ол уже 17-те, уже 18-ге енді толады ғой. Бірақ мен ондай жаста болған кезде маған ондай алаңдаған жоқ, не істеген жоқ. Как білмеймін, еті тірі болды, арғай өсіп кетеді дейді ме екен, бірақ ондай алаңдау, ондай не болған жоқ. Бірақ контроль всегда болып отырды. Не істеп жатырсың, не жасап жатырсың деп. Сосын жалпы бойдағы қабілеттермен қалай жақсы шығып кетуге болады деген, жақсы өмірге шығып кетуге болады, яғни обеспеченный өмірге қалай шығып кетуге болады деген өмірді зерттеп жүрмін, потому что мамам мұғалім, әкем қарапайым жұмыскер болды, қара жұмыспен айналысты. И всегда бізде отбасында проблема сол ақшамен проблема болып жүрді. Әкем мамама қарағанда азырақ табып жүрді, и мамам всегда ұрсатын. Айғай, сол себептен болды. Сізге дейін 3 ханымда да мама тақырыбы қозғалды, ана тақырыбы. Сол кезде қандай процесс жүрді сізде? Не түсіндіңіз осы кісілердің айтқандарынан, бөліскендерінен? Мен де шын айтайын, түсінгенім бойынша мен де мамамен соғысып жүргенін түсіндім. Өмірмен соғысып жүргенін түсіндім. Анам кішкентай кезімнен мынандай болдық. Жаңа үй жұмыстары енді не істегеннен кейін, көбінесе үй шаруасына айналысқаннан кейін жасамайтын болсам, наказание көп болады менде всегда. Ұру, ұрсу, қуып жіберу, жұмыс жаса, андай. Оқымасам, дұрыс оқымасам, 2 алсам, 3 алсам, аязды күні далаға қуып шығады, сондай ситуациялар болды. И қазір мысалы оған бірнеше рет мамама да айтып не істедім. Мам, осылай ашық түрде айттым мамама. Кішкентай кезімнен осылай ұрсып келе жатырсыз, не істеп келе жатырсыз. И қазір мамам екеуміздің арақатынасымыз суық. Мен мамама онша көп ашылмаймын. И мамам всегда менен требовать етеді, как өзінің идеалындағы қыз болуды. Ренжиді маған, өзі айтқандай, жаңағыдай тұрақты жұмыс жасамағаным үшін. Мамаңыз жұмыс істе дей ма сізге? Маған тұрақты жұмыс жаса дейді, зарплата ұстап тұрайтын кәдімгідей. Ақша тап дей ма? Ақша тап дейді. Мен ақша табамын, бірақ қанша табатынымды не істейтінімді айтпаймын. Мамаңыз әкеңізден ақша сұрайтын? Сұрайтын. Енді сізден сұрап жүр? Менен сұрайды. Ініңізден? Інімнен сұрайды. 2 ағайындысыздар, иә? Жоқ, 5-міз біз. Мен үйдің үлкені. Сізден кейін ініңіз бар, одан кейінгілері кішкентай? Иә, олар кішкентай. Қазір не болып жатыр сізде? Қобалжу болып тұр. Құлағым бәрі қызып кетті. Ысып тұр деймін. Анаңыз, әкеңізбен доссыз? Иә. Сырлассыз? Иә. Мұңдассыз? Және бір әйелге үйленгенсіздер. Солай ма? Дамайды. Денеңізде не болып жатыр? Діріл. Ойындайтыныңызды өз аузыңызбен айтқаныңызды қалаймын. Себебі Оны қалай түсіндіңіз?
және мойындаймын дегеніңізді толық сөйлемді өзіңіз айтып берсеңіз. Мынандай болады да, всегда мамам әкем екеумізді бір не істейді да, сен әкеңнен аумай қалғансың, әкең ақша бермей қойса ол маған қайтармайды, сен де сол сияқтысың дейді да. Кішкентайыңыздан айтатын ба еді? Иә, көп жағдайда. Қай кезде басталды ол? Ес білгеннен шығар, наверное. Еске түсіріңізші, кішкентай кезіңізде сіз әкеңізді қорғайтын ба едіңіз анаңыздан, анаңыздың шабуылдарынан? Иә. Әкеңізбен достық қай сәттерден басталды? Негізі кішкентай кезімнен бар. Әкем негізінен өзі 3 жасында әкесіз қалған адам да, и бізге қыздарына, балаларына ұрсып айғайлап сөйлеп көрген емес. Бір-екі ситуация болды, который мен өміріме қауіптенген жағдайда бір рет ұрысқан болатын, бір-екі рет ұрысқан болатын. Ол кезде мен кінәлімін. Ал былай қазір мысалға әкем сөйлейді, екеум сөйлесеміз, қиындық болғанда айт, сұрап, бірдеңе болса да тауып беремін. И әкең екеуіңізді біріктіретін нәрсе анаңыз. Иә. Мойындаймын деген тұсыңызды толық сөйлем қылып өз аузыңызбен айтып беріңізші. Әкеммен ара қатынасым жақсы. Мен анамның күйеуімін. Мен анамның күйеуімін. Мен анама үйленіп алғам. Мен анама үйленіп алғам. Анам менің әйелім. Анам менің әйелім. Әкеме қандай қатынас жасады? Әкеме қандай қатынас жасады? Тура соны маған істеп жатыр. Тура соны маған істеп жатыр. Әкемнің миын жейтін. Әкемнің миын жейтін. Менің де миымды жейді. Менің де миымды жейді. Әкемнен ақша сұрайтын. Әкемнен ақша сұрайтын. Менен де ақша сұрайды. Менен де ақша сұрайды. Мен еркек болғым келмейді. Мен еркек болғым келмейді. Әйел болып, әйелдік өмірімді сүргім келеді. Әйелдік өмірімді сүргім келе ма? Келеді. Әлде еркек болған ұнай ма? Жоқ. Өте қызық. Өте қызық. Мынау көзілдірік сіздікі, иә? Және мынау сіздікі. Екеуі де зрениеңкі ғой, иә? Минус, иә? Екеуіңізде де минус. Яғни болашақтарыңызды көрмейсіздер. Неге көрмейсіздер? Өйткені екеуіңіз де әкенің орындасыздар. Қалай сіздерге ондай шытырман оқиға, шытырман жаңалық? Не істейсіз, отбасыңызбен ажырасасыз ба, әлде нормально ма? Ажырасамын. Бір әйелдің 2 күйеуі болу. 4 әйел алған күйеуді білеміз, бірақ 2 күйеуге тиіп алған әйел мамаңыз вообще крутая. Еще ұлы бар ғой, иә? Қалжың әрқашан біз көтере алмайтын, біз шыдай алмайтын түрлі сезімдерді өткеруге көмектеседі. Күлкімен біраз нәрсені шығарып жібере аламыз. Қазір не болып жатыр сізде? Бағанағы ханымдардың несінен кейін, историясынан кейін жылап көзім жасы тоқтаған сияқты. Қазір қабылдау болып жатыр. Мамаңыздың өзі в шоке. Да. Қазір айта аласыз мамаңызға не айтқыңыз келгенін? Мама, мен ажырасам. Мама, біз ажырасамыз. Қаттырақ айтыңыз, сенімдірек. Мама, мен ажырасамын сізбен. И менің өзімнің жеке өмірім бар. И менің өзімнің армандарым бар, мақсаттарым бар. Сіз ойлағандай идеальный қыз болмаған үшін кешірім сұраймын, бірақ. Мама, сіздің күйеуіңіз болуды өзім таңдадым. Мама, сіздің күйеуіңіз болуды өзім таңдадым. Мен сізге өзім үйленгем, мама. Мен сізге өзім үйленгем, мама. Өйткені әкемнің сіздің махаббатыңызды қалай алғанын білем. Өйткені әкемнің сіздің махаббатыңызды қалай алғаныңызды білем. Алғанын білем. Мен әкеммен мұңдастым, сырластым. Сіз әкеме махаббатты айқай-шу арқылы, шағым арқылы, ұрыс арқылы білдірдіңіз. Махаббатыңыздың тілі ұрыс керіс. Шағым, өкпе реніш. Және махаббатыңызды әкеме көп бересіз.
және махаббатыңызды әкеме көп бересіз. Мен де сіздің махаббатыңызды алғым келді. Мен де сіздің махаббатыңызды алғым келді. Дәл әкем сияқты сізге үйленіп алдым. Дәл әкем сияқты сізге үйленіп алдым. Бірақ мен сіздің күйеуіңіз бола алмаймын. Бірақ мен сіздің күйеуіңіз бола алмаймын. Мен сіздің перзентіңізбін. Мен сіздің перзентіңізбін. Сіз денсаулығыңызды бөліп бердіңіз. Сіз денсаулығыңызды Уақытыңызды бөліп бердіңіз. Уақытыңызды бөліп бердіңіз. Жастығыңызды бөліп бердіңіз. Жастығыңызды бөліп бердіңіз. Ағзаңыздағы бүкіл витаминді бөліп бердіңіз. Ағзаңыздағы бүкіл витаминді бөліп бердіңіз. Энергияңызды, күш қуатыңызды бөліп бердіңіз. Энергияңызды, күш қуатыңызды бөліп бердіңіз. Ата тегіңізді бөліп бердіңіз. Ата тегіңізді бөліп бердіңіз. Бұның барлығы маған деген махаббатыңыз. Бұның барлығы маған деген махаббатыңыз. Және сол махаббатыңыз менің бойымда бар. Және сол махаббатыңыз менің бойымда бар. Мен енді сіздің махаббатыңызды іздемеймін. Мен енді сіздің махаббатыңызды іздемеймін. Сіздің махаббатыңызды қабылдаймын. Сіздің махаббатыңызды қабылдаймын. Аламын. Аламын. Сезінемін. Сезінемін. Қазір не сезіп жатсыз? Жеңілдік. Денеңізде не болып жатыр? Тітіркені кетті. Бағана өксікті алған, уже кетті. Запросыңызды қайтадан еске алайықшы. Запрос менде адамдармен арақатынасым, клиенттермен арақатынасым дұрыс емес болатын. Жақсы тіл табысқанмен оның соңы дұрыс аяқталмайтын. Қатынастың соңы тез бітіп қалатын, иә? Қоштаспайсыз. Конфликтпен кетеді. Конфликт болатын. Жауабын алдыңыз ба? Алдым. Қандай екен? Өз орнымда болмағандық. Өз орныңызда болмағаныңыз. Тағы. Подсказка алдыңызда тұр. Мен болашағымды көрмедім. Тіпті қатынастың болашағын көрмейсіз. Иә. Қазір де сол. Қалай аяқталу керек екенін көрмейсіз. Иә. Қатынастың соңы қалай болу керек екен? Иә. Қалай болу керек екен? Соңы екі жақты дұрыс келісіммен аяқталу. Айту. Бастысы айту. Жеткізу. Иә. Аяқталып жатса, рахмет айту. Қоштасу. Және өмірден адам кеткенде ол маңызды емес. Ол туғанымыз ба, ол досымыз ба, әріптесіміз бе, біз бауыр басқан, біздің психикамыз үйренген адам бірден қатынасты тоқтататын болса, бізде қайғыру процесі өту керек. Мейлі қоштассақ та, мейлі қоштаспасақ та. Ал егер қайғырмай одан қашып кетіп, ұмытып кетеміз, мен оған айтпаймын ештеңе, немесе мен жыламаймын, мен мықтымын деген сайын біз көп жүкті арқалай береміз. Ол сезімдерді жұта береміз, тас сияқты көп қып арқалап жүреміз. Өкпе ренішті. Сондықтан айту. Ренжіп тұрсаңыз айту. Не ұнамады айту. Боқтағыңыз келсе оның өзін айту. Кінәласаңыз айту. Сізде жүк қалмайды. Сіз арғарай қалай болады, не істеймін білмей, арғарайғы әрекеттеріңізді, қадамдарыңызды көрмей, қатынасты бірден үзе салғансыз. Аяғы жоқ. Одан қалып қалған сезімдер жиналған. Уже ол кәдімгідей жиналған. Ол әдеттің басы қайдан шыққанын байқадыңыз ба? Байқадым. Қайдан шығыпты? Мамам кемсін шыққан. Перзент деген рөліңізді келе жатып кенет шауып тастағансыз. Кенет күйеу болып атып шыққансыз. Қазір не болып жатыр денеңізде? Ары қарай жалғастырамыз ба, әлде қалай? Әлде сұрағыңыз бар ма? Сұрағыма жауабын алдым. Жауабын алдыңыз. Рахмет. Қайырлы кеш. Қалай шыдап отырдыңыз? Мен мойным, басым бәрі ауырып. Не болып жатыр сізде? Мойным үйіп жатыр. Қыздар айтып бастағаннан солай болды. Қазір басым, шекем тырысып жатқан сияқты. Қыздардың бойын бәрін түсініп жатқан сияқты. Өзімнен өткеріп жатқан сияқты. Сондай сезім болып тұр. Есіміңіз кім? Майгүл. Жасыңыз? 35-те. Запросыңыз қандай? Мен запросым негізі ақша туралы деп естіп келгенмін, бірақ былайша айтқанда ол да қарым қатынасқа келіп тіреледі.
мен көбінесе жаңадан жұмыс басталғанда жақсы проекттер бастаған кезде өз бағамды қоя алмаймын. Андай аз бағаға айтамын да өзім жұмысымды, мысалы білесіз ғой, инстаграм жүргізу қазіргі мамандығым бойынша аз бағаны айтып қоямын да, кейін ол ақшаға энергиям жетпей, жаңағы жұмысы көп та, бірақ зарплатасы жаңағыдай аз деген сияқты, сол өзімнің немді көтере алмаймын. Былай жаңа ойлап сараптап отырсам, қыздармен сөйлескен барысында менде сол қарым қатынасқа байланысты басқа адамның көңілін қалдыру екен, қалдырып қоям деп уайымдау ма сондай. Бұрыннан, қазір ойлап отырсам, бұрыннан солай екен. Бір кісімен сөйлесіп отырғанда оның көңілін қалдырып қоймайын, ренжіп қалмасын, бәрі доволен болсын деген сияқты ма, бәрінің көңілі тоқ болсын деген сияқты ма жүреді екен сондай. Көп адам отказ бере ма, алмай кете ма? Жоқ, алады. Сосын мен істеп жүремін да, ана өзімнің жұмысым бағаға сай емес та, менікін көбірек істеп жатырмын деп өзімді ущерб санап, сосын жаңағы жұмысты одан кейін ары қарай жалғастырмай қалдырамыз. Жаңағы қызды сосын ақша да жоқ, жұмыс та жоқ. Иә, көбінесе солай болады. Ана кісілер күшті істеп жатсың, істей берші дейді, бірақ мен қымбатқа істеймін, осында еңбегім кетіп жатыр деп айта алмаймын да, сонысы бар. Неге айта алмаймын деп ойлайсыз? Білмеймін, сол жаңағы бұл қатынас сізге таныс па жалпы? Жынданып жасай беру, айтқанды орындай беру. Білмеймін. Нешінші баласыз үйде? Үшінші қызбын. Үшінші қыз. Сізден кейін ол бар ма? Бар. Бізде 6 қыз, содан кейін бір ұл, кенжеміз. 6 қыз бар ол. Сіз туылған кезде әкеңіз ішіп кетіп, мамаңыз болды ондай. Алмаймын деген кездер болды ма? Жоқ, ал мен жақсы көріп, әкем жекеменшік қарағысын дейтін, бірақ кейін естігем, енді 3-ші қыз ол кезде қазақ, қазіргідей емес қой, ол кезде ұл болса деген сияқты армандаған. Кім айтты оны сізге? Бәрі қалжыңдап айтатын бе еді? Не деп қалжыңдайтын? Сен келетін кезде қыз күттік, ой, ұл күттік. Ол кезде УЗИ жоқ. Ұл болса екен деп. Қыз болып туылыпсыз, сосын ары қарайғы қадам қандай болған? Мен соны естігеннен жаңа қыздарды айттым ғой. Мен өзім өткен сабақта білесіз, қабілет дедік қой. Сол қабілет қойдың біреу бір нәрсені уайымдап жатса, бір жерде қайғы болып жатса, мен соны сезініп сөйтіп жүретінмін да. Жаңағы ұл туылмады деген уайымдап, білмеймін, әке шешемен бірге уайымдаған сияқтымын сол кезде, өйткені менен кейін 3 қыз туылды ғой тағы да. Содан кейін барып ұл болды үйде. Сол кішкентай кезімнен қалқағаны есімде. Ұл болсам, мен қазір ойлап қараймын. Анаңызға не айтқыңыз келеді? Қазір сізді көріп отыр. Және мұндағы барлық ханымдар өзінің анасына айтатын әңгімесін айтты. Сізде айтатын нәрсе бар ма? Мен былай да өзіне де айтып жүремін, негізі ашықпын да. Жаңа ренжісем ренжігенімді айтамын, жақсы көретінімді барлығын айтамын. Үйдегі ашық адам дейді. Бүгін ана туралы қозғалған тақырыптан кейін не айтар едіңіз? Ана туралы тақырыптан кейін айтарым, анама тек алғыс. Мама, сізге тек қана алғыс айтамын. Бізге барлығымызға барынша мейіріміңізді беріңіз. Қолыңыздан келгенше махаббатыңызды беріп, бізді қыз демей, ұл демей, бөлмей, жармай, былайша айтқанда қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіргеніңізге рахмет айтамын. Сіздің тағдырыңыз оңай болған жоқ, оны білеміз. Ол кезде емес, қазір де бар ғой, мысалы қыз болды, бірінен соң бір қыз деген сияқты әңгіме болды. Болмады емес, соны естідім. Енесінен ұрыс естіді ма? Жоқ, емес. Басқа жақтардан, иә. Басқа жақтардан, иә, болды. Айтыңызшы, мама. Мен әдемі сөздерді өте көп білемін. Мен әдемі сөздерді өте көп білемін. Бірақ сезімімді жеткізерде сөз таппай қаламын. Сізге өте көп сөз айтамын. Онымен мен өзімді алдап жүрмін. Және сізді алдап жүрмін. Дәл осы жерде ана тақырыбындағы кездесуге бекер келген жоқпын. Бейсанаммен біліп келдім. Өйткені мама тақырыбы маған әрқашан ауыр. Түрлі жолмен сол ауырлықтан қашам.
түрлі жолмен сол ауырлықтан қашамын. Мама, сіз менің өмірге келуімді қалаған жоқсыз. Мама, сіз менің өмірге келуімді қалаған жоқсыз. Мен оны құрсағыңызда жатқанда сезгем. Мен оны құрсағыңызда жатқанда сезгем. Өмірдің есігін алғаш ашқанда сезгем. Өмірдің есігін алғаш ашқанда сезгем. Мені қыз дегенде қабылдағыңыз келмеді. Мені қыз дегенде қабылдағыңыз келмеді. Мен мұны мойындаймын. Мен мұны мойындаймын. Ал мен оны естіген сайын, Ал мен оны естіген ал мен оны білген сайын, мен оны білген сайын өмір сүруге құқым жоқ деп ойлаймын. өмір сүруге құқым жоқ деп ойлаймын. Өзімді кінәлаудан шаршадым. Мені таңдағаны үшін, Мені таңдаған мені үшін, көргені үшін, мені көргені үшін, мені естігені үшін, мені естігені үшін, мені бар дегені үшін, мені бар дегені үшін, барлық адамның алдында өзімді кінәлі сезінемін. барлық адамның алдында өзімді кінәлі сезінемін. Күйеуімнің алдында да, Күйеуімнің алдында да, қайын жұртымның алдында да, қайын жұртымның алдында тіпті да, клиенттерімнің алдында. тіпті клиенттерімнің алдында да. Не болып жатыр сізде? Мойнымдағы жүк жеңілдеген сияқты кішкене. Сізді қазір Тоңып. өзіңізді кінәлі сезінесіз бе? Қазір туыстарым, қайын жұртым, Не үшін? өзім туыстарымның алдында, анамның алдында, осының Не бәрін дейсіз бе? халықтың алдында жайып салған сияқты болып тұрмын. Сыртымнан мүлде ондай ой болмайтын менде. Бұрын ондай болған жоқ. Яғни бұндай әрекет болған жоқ, иә? Аха. Және Сіз- бұндай ой болған жоқ. Жаңағы айтқан сияқты іштен қазып алып Аха. жатқан сияқты. Сіз өз өміріңіз туралы айтып тұрсыз. Өз сезімдеріңіз туралы айтып тұрсыз. Сіз өзгені келіп жамандап, өзіңізді жақсы қылып шығарып жатқан жоқсыз. Және бұл жерде ешкімді кінәлау да жоқ. Бірақ үнемі кінәліні іздейсіз, иә? Және табасыз. Кім? Өзім кінәлайтын сияқтымын қайда. Осы кінәмен қаншадамын дедіңіз? 35-те. 35 жыл өмір сүріп келдіңіз. Құрсақтағы бір жылыңызды қосыңыз. 36 жыл. Көп ата-ана бала ештеңені түсінбейді деп ойлайды. Бірде, екіде, құрсақта жатқанда. Қазір жақсы УЗИ бар, жынысын біліп алады. Сосын аборт жасата салайын ба, тағы да қыз болды. Өз қолыммен адам өлтіре салайын ба деп ойланып жүреді. Амал жоқ, босанады. Сосын босанған соң тірідей өлтіре бастайды. Сенің өмір сүруге құқың жоқ, өйткені қыз болып туылдың. Қазір денеңізде не болып жатыр, тәніңізде не сезіп тұрсыз жалпы? Діріл сезіп тұрған Бір сияқты. құпияңызды біліп қойған сияқты ма? Діріл, иә, сондай бір діріл сезіліп тұр, иә. Не болып жатыр қазір сізде? Қазір таңғалыс болып жатыр, шошу болып жатқан сияқты. Шок. Шок болып жатыр, иә, шоковое состояние. Сондай болып Бірақ тұр. миыңыз мойындағысы келмейді. Миым, иә, мүлде қарсыласып жатыр. Жаңағы мойын ауырғаны не болды? Мойным ауырғаны, кетті мойын ауырғаны. Сөйлеп бастадым ғой, сізбен сөйлесіп бастағанда кетті. Енді керісінше жүрек тұсым шымырлап жатқан сияқты, мына жерлер ашып ше. Осындай ға апарады екен ғой деген сияқты жаңағы сияқты. Әлде бер жағым нетіп тұрмандай. Бүкіл камераның алдында қаншама сөз айтып тастадым деген сияқты тұрғандай. Айтасыз ғой, меня заставили. Негізі сөйтіп жауап айтыңыздар. Мені қинап айтқызды. Артымнан пистолет тақап тұрды. Ол сөздің бәрі Эльвиранікі, менікі емес.
жоқ, шын андай медальдің екі жағы дегенді айтыңызшы, ойланбаймыз. туыстарым, Туыстарым, достар, достар, таныстар. таныстар. Бұның барлығы менің өз өмірім, Бұның барлығы менің өз өмірім, өзімнің жеке мәселем. өзімнің жеке мәселем. Маған ешқандай сын, Маған ешқандай сын, ақыл айтпауларыңызды сұраймын. ақыл айтпауларыңызды сұраймын. Мен сіздерді жақсы көремін. Мен сіздерді жақсы көремін. Енді қалайсыз? Жылағым келіп тұрмыз. Не үшін? Мен адаммын. Мен адаммын. Менің сезімдерім бар. Менің сезімдерім бар. Мен сіздерге ыңғайлы қуыршақ емеспін. Мен сіздерге ыңғайлы қуыршақ емеспін. Сіздер ойлаған қуыршақ емеспін. Сіздер ойлаған қуыршақ емеспін. Иленетін қамыр емеспін. Иленетін қамыр емеспін. Мен адаммын. Мен адаммын. Қандай ой Қандай айтамын, сөз айтамын, қандай сөз қайда айтамын, қатысамын, қайда қатысамын, оны өзім шешемін. оны өзім шешемін. Және қателік жасасам, Қазір. Және қателік жасасам, Құдайдың алдында өзім жауап беремін. Құдайдың алдында өзім жауап беремін. Бірақ сіздерді жақсы көремін. Бірақ сіздерді жақсы көремін, Құрметтеймін. құрметтеймін. Енді қалайсыз? Ауыр жүк шынымен түскен сияқты болды енді. Запросыңыздың жауабын алдыңыз ба? Алдым. Мен адамдардың ойына қатты тәуелді екен. Енді ары қарай қалай әрекет етесіз? Енді өз ойыммен өзім қалаған істеп, жаңа қалаған бағаны қойып, келіспесе басқа жұмыс істеп деген сияқты. Оған апаратын бір қадам қандай? Айту, сөйлесу. 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 Мына камераны алып кетіңіз. Сөйлесу. Келинка Сабинка сияқты қосып қойып. Сөйлесу шынында да. Сөйлесу, ауызбен айту, сөзбен айту, қалай айтам, қалай жеткізем емес. Ауызбен, ауыз, сөз және камера. Андай идеальный қылып өзіңді мінсіз қылып көрсету екен да, мен осы жаңа сізбен сөйлесіп отырғанда Кім мінсіз? өзімді мінсіз көрсеткім Кім келеді екен. мінсіз? Құдай мінсіз. Құдай мінсіз. Сіз Құдай Құдайдың мінсіз. тағына таласып жүрсіз. Иә. Мына жерге тәж керек, алтын тәж. Сол керек екен. Жеңілдік бола ма енді? Болады. Енді мына жерден кейін қалай болмайды? ютубқа бәріне сөйлеп Жоқ, бағама жеңілдік қоймаймын, жеңілдік Иә. енді менің өмірімде. Сіз Иә. жеңілдіктің бәрін жұртқа таратып Иә. жүргенсіз. Енді ешкімге бермеңіз. Аха, жеңілдік өз өмірімде ғана болады. Тура мағынасындағы, ауыспалы мағынасындағы жеңілдік. Мгм. Сіздерге алғысым шексіз. Көріп отырған көрермен де түсінді деп ойлаймын. Қарым қатынас бұл жігіт туралы емес екен, күйеу туралы емес екен, бастық туралы емес екен. Өміріміздегі ең бірінші адам анамыз екен. Және кітаптан оқып алған, кинодан көріп алған идеал маманы емес, өмірдегі мамамызды көреміз деген үміттемін, ниеттемін, иә. Қызық қатынас тақырыбы, бірақ анаға қарай ауысып кетті. 5 түрлі анамен таныстық. Осы жерге келіп, өздеріңіздің түрлі өткеріп жатқан сезімдеріңізбен бөлісіп, эмоцияларыңызды ашық көрсетіп, қорықсаңыздар да, қысылсаңыздар да, уайымдасаңыздар да, өздеріңіздің мәселелеріңізді айтқандарыңызға алғысым шексіз. Бұл мен үшін өте құнды, және бізді көріп отырған көрермен үшін де өте құнды деп ойлаймын. Қандай ой түйдіңіз, өзіңізге не алдыңыз, сіз қандай процесстерді өткердіңіз, құрметті көрермен, міндетті түрде пікірге жазып кетіңіз, кері байланысыңызды мен ғана емес, осы жердегі менен басқа 5 ханым да күтеді. Сондықтан белсенділік танытасыз деген ойдамын. Әрине лайк бассыңыз. Кімге, әсіресе анаңызға, әсіресе құрбыңызға, немесе әпкеңізге, жеңгеңізге сенде осындай оқиға бар еді ғой, мынаны көріп жіберші деп айтқыңыз келеді, сонымен бөліссеңіз болады. Дәл осы видеоның сілтемесін таратсаңыз болады. Әрине өзіне керегін ол түсініп алады деген ойдамын. Біз анамызбен арадағы байланысты емдеп алмасақ, реттеп алмасақ, өз орнымызда болмасақ, анамыздың проекциясын айналадан іздей бастаймыз. Ең бірінші әкеден, одан кейін күйеуден, достан, жұбайдан, әрине бастықтан, немесе ақшадан, жетістіктен, атақтан. Бұл айтқанымның барлығына бүгін дәл осы жерде болған әңгіме, дәлел, және әр ханым өзінің
запросына жауап ары қарай жасалатын қадамды әрекетті алып кеткеніне қуаныштымын. Өте әдемі көңіл күйде аяқтап жатырмыз. Жеңіл, күлкімен, сонша қорқып арқалап келген жүктердің барлығын осы жерге тастап бара жатырмыз. Көп рахмет. Және дәл осылай біздің түсірілімге қатысам десеңіз, пікірге жазыңыз немесе жекеге хабарлассаңыз болады. Біз түсірілім күнін, уақытын бәрін айтып отырамыз. Келесі талдауларда кездескенше құшақтадым. Құшақтасайықшы. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Көп рахмет.